Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен апара дайындап алу керек. Бір бокал сүтімізді құйып, дрож, қант, ұнымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағат өткеннен кейін ол осылай көтеріледі. Бұл не үшін керек? Бұл қамырымыз тез көтерілу үшін, жақсы көтерілу үшін керек. Тағы үстіне бір бокал сүт құямыз, яғни менде жалпы 500 мл сүтке илеп жатыр. Тұз, сары майымызды саламыз, бір ас қасық. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды қосып, қамыр қылып илейміз. Онда аз-аздан қосамыз. Өйткені қамыр, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Ұн толық біріктірілді. Енді жақсылап осылай 5-10 минуттай илеп, қолымызбен осылай илейміз, қайырамыз. Осылай жақсылап илеп болғаннан кейін бетін целлофанмен жабамыз. Жылы жерге қоямыз. Менде 1 сағат өткеннен кейін, ровно 1 сағат өткеннен кейін осылай көтерілді. Енді оны целлофан аламында тағы 1 рет қайырып қоямын. Қолымды сулап 1 рет қайырып қоямыз. Бетін целлофанымызбен жауып, жаңағы қайттан 1 сағат қоямыз. Менде тағы да 1 сағат өтті, міне. Енді қамырымызды ыдыстан түсіріп, жая берсек болады. Ұнды себемін. Осылай түсіріп, 2 бөлікке бөліп аламын, жаюға ыңғайлы болу үшін. Енді қолымызбен осылай басып, ары қарай оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар, орташа болу керек, кішкене қалыңдау болу керек. Жайып болғаннан кейін осындай кесенің көмегімен мен бөлемін. Осылай жасап шығамыз. Одан кейін бөліп алған бөліктерді осылай жаңағы сүлгіге қойып, бетін жауып қоямыз. 10-15 минуттан кейін ғана пісіреміз. Кішкене ол кезде көтерілетін болады. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жасайтын боламыз. Менде 15 минут өтті, міне, кішкене көтерілген. Енді майымызды қыздырып пісіре берсек болады. Бауырсақтарды осылай екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Одан кейін бауырсақтарды осындай тарелкаға салған дұрыс, бір-біріне жаңа басылмау үшін. Осымен бауырсақтарымды осылай пісіріп шықтым. Сіздерге ұнаса, маған лайк баса кетіңіздер. Ұнайды деген сенімдемін.